Ақмола облысы Зеренді ауданына қарасты Ермаковка ауылының кезінде тұрмысы тоқырап, халқы жан-жаққа үдере көшті. Мемлекеттік бағдарлама аясында 2010 жылы бұл елді мекенде мал өсірумен айналысатын шаруашылық ашылды. Содан бері ауыл халқының жағдайы жақсарып келеді. Ермаковкада 70 түтін бар. Тұрмысы тұралап қалған ауылда табысы жүрген 18 адам шаруашылыққа жұмысқа орналасты. Солардың бірі Виталий Развин. Ол мұндағы малға қажетті барлық іске жауапты. Ең негізгі қызметі сиырлардың күнделікті сауынын бақылап, сүттің тиісті жеріне дер кезінде жеткізілуін қадағалайды. На сегодняшний день у нас 136 дойных коров. Бүгінгі таңда саулатын сиырлардың жалпы саны 136. Күніне 2,5 мың тоннаға жуық сүт аламыз. Әр сиырдан шамамен 18 литр. Мұндағы сауыншылардың орташа жалақысы 60-70 мың теңге. Кеңес үкіметі жылдары бұл совхоз шошқа асырайтын. Тәуелсіздік алған жылдары кеңестік кәсіп құрдымға кетіп, игерусіз жатқан бұл аумақ 4 жыл бұрын жергілікті тұрғынның меншігіне өткен. Қаңыраған дарбазалы қоралар қайтадан малға толып, шошқалардың орнын енді Ресейден әкелінген сүтті сиырлар алмастырды. Завезли мы 234 головы. Ол жақтан 234 сиыр әкелдік. Басқа елдерден гөрі малды Ресейден тасымалдау тиімдірек. Өйткені шығын аз. Қазіргі кезде өсіп өніп мал саны 500-ге таяды. Шаруашылықта ашуға мемлекеттік бағдарлама бойынша әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы жеңілдетілген несие беріп жәрдемдесті. Шаруашылықтағы табиғи өнімге тасырыс мол, сондықтан келешекте мал санын арттыру көзделуде. Әзірге сүт Көкшетаудағы бір ғана зауыттан артылар емес. Ол жерде Ермаковканың сүтін балмұздақ пен май жасауға пайдаланылады. Еруат Төлегенова, Қайдар Айғожа, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.